Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз анимация құру тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта үйренеміз. Анимация құрудың екі жолын білеміз. Дыбыс блогын қолданамыз. Жобаға дыбыс қосамыз. Scratch бағдарламасында диалог құрамыз. Анимация құрудың екі жолы бар. Біріншісі кадрлық анимация, яғни мұндай анимациялар бізде ойында жасауға арналған анимациялар. Екінші классикалық, дайын суреттерді қолдану арқылы анимация жасау. Scratch бағдарламасында анимация жасағанда әртүрлі әсерлерді қолданып, өнімді әсерлеп, көп қырлы етуге болады. Scratch'те программалау ортасында графикалық әсермен қатар дыбыстарды қолдануға болады. Дыбыстар бөлігінде дыбыс қосу үшін 3 батырма бар. Бірінші батырма дыбыстар кітапханасын таңдау батырмасы. Бұл батырма көмегімен дыбыстарды Scratch кітапханасынан ала аламыз. Екінші батырма жаңа дыбыс жазу батырмасы. Бұл батырма көмегімен біз дыбысты өзіміз қоса жаза аламыз. Үшінші батырма файлды таңдау арқылы қою, яғни компьютерде сақталынған дыбыстарды Scratch'ке қоса алатын боламыз. Scratch бағдарламасында дыбысты қосу үшін звуки батырмасына барамыз. Төмендегі белгішені басу арқылы дыбысты 3 тәсілмен қоса алатын боламыз. Жоғарыда айтып өткендей, Scratch кітапханасынан, яғни Scratch кітапханасындағы дыбыстарды қоса аламыз. Екінші, өзіміз жазу арқылы, яғни дыбысты біз өзіміз жазамыз. Үшінші, дыбысты жүктеу арқылы. Дыбысты компьютерден Scratch'ке жүктеу үшін осы батырманы пайдаланатын боламыз. Біздің кейіпкерге қойылған дыбыс мияу. Бұл жерде дыбысты бізге өңдеуге болады, яғни дыбыстың керексіз жерін қиып алуға, дыбысты тез ойнатуға, дыбысты жай ойнатуға, дыбысты қатты шығаруға, дыбыстың керек бөлік үзіндісін көшіріп алып, дыбысқа қолданылатын командалар звук блогында қойылған. Бірінші командада музыканы соңына дейін ойнату. Яғни керек дыбысты таңдап аламыз және сол дыбыс бағдарламаның соңына дейін ойнатылып тұратын болады. Екінші, дыбысты қосу. Үшінші, барлық дыбысты тоқтату. Төртінші, эффектісін өзгертуге болады. Және дыбыс громкостын өзгертуге болады. Келесі жерге қоюға болады. Бірінші тапсырма. Оқулықтан 148-ші беттегі нөмір 4-ші тапсырма. Тапсырманы дәптерге орындаймыз. Тапсырмада оң жақта белгішелер көрсетілген, сол жақта қызметтері көрсетілген. Сәйкестендіреміз. Scratch бағдарламасында кейіпкерімізге диалог құрғызу үшін түр блогы қолданылады. Ол жерде бастапқы 4 команда кейіпкерлердің диалог құрауына көмектеседі. Бірінші тұрған команда сәлем деп айту және 2 секунд күту. Екінші тұрған команда сәлем деп айту. Үшінші тұрған команда ойлану.
Төртінші тұрған команда ойлану. Төртінші команданың үшінші командадан айырмашылығы, онда нақты уақыт мөлшері көрсетілмейді. Келесі тапсырма Learning Apps бағдарламасында берілген. Сілтемені басамыз. Тест тапсырмаларын орында. Сұрақ: Scratch бағдарламасында спрайт құрудың неше жолы бар? Дұрыс жауапты белгілейміз, жауапты тексереміз. Келесі сұраққа өтеміз. Дәл осылай 10 сұраққа жауап береміз. Балалар, енді дыбыс блогындағы командалар мен командалар орналасқан тіл блогын қолдану арқылы шағын бағдарлама құрастырып көрейік. Ол үшін бізге екі кейіпкер қажет болады. Кейіпкерді алу үшін мына таңбаға басамыз. Scratch кітапханасынан өзімізге қажетті кейіпкерді таңдаймыз. Кейіпкерді бұру үшін костюмі бөліміне өтеміз. Костюм бөлімінің жоғарғы жағындағы мына таңбашаны басу арқылы кейіпкерімізді бұрамыз. Енді екі кейіпкерімізге бағдарлама жазамыз. Бағдарлама әр кейіпкерге жеке-жеке жазылады. Кейіпкерге жазу үшін кейіпкерді көк белгішемен белгілеп аламыз. Бірінші кейіпкерімізге оқиғалар блогындағы жасыл туды басқанда атты команданы әкелеміз. Және тіл блогынан диалог құру үшін сказать привет деген команданы аламыз. Келесі кейіпкерді басамыз. Кейіпкерге оқиғалар блогындағы когда щелкнут батырмасын аламыз. Және басқару блогынан 1 секунд күту командасын аламыз. Бірінші спрайтқа барамыз. Бірінші спрайтқа 5 секунд күту деп жазамыз. Екінші спрайтқа сәлем деп айт дейміз. Және 5 секунд күт дейміз. Енді дыбыс қосу үшін звуки батырмасына барамыз. Мұнда бізде тек бір дыбыс қана берілген. Келесі дыбысты қосу үшін Scratch кітапханасына барамыз. Үшінші тұрған дыбысты аламыз. Дыбыстың қатты шығару үшін үшінші батырманы басамыз. Тез жүргізу үшін бірінші, жай жүргізу үшін екінші батырманы басамыз. Бағдарламамызға қайтып келеміз. Бірінші спрайтты белгілейміз және звук батырмасынан мяу дыбысын қош деген команданы береміз. Екінші спрайтты аламыз және поп музыкасын қос деген команданы әкелеміз. Егер дыбыстарды өзгерту керек болса, шетін басамыз, керек дыбысты таңдауымызға болады. Запись сөзін басамыз, өзіміз жазуымызға да болады. Енді бағдарламамызды іске қосып көрелік. Бірінші спрайтымыз сәлем деді, екінші спрайтымыз дыбысымыз шықты. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.